Мектеп парламенті мектебіміздегі өте маңызды және қызықты ұйым. Мұнда біз оқушылар өз пікірімізді білдіріп қана қоймай, мектеп өміріне белсене қатыса аламыз. Біздің іс-шаралар мектептегі алғашқы күннен басталады. Біз әртүрлі мәселелерді талқылайтын жиі кездесулер өткіземіз. Біз мектептегі іс-шараларды қалай жақсартуға болатын және Smart Time жобасы арасындағы үзілістерді қалай қызықты өткізу керектігін қарастырамыз. Мектеп парламентінде біз жауапкершілікті, топта жұмыс істеуді және басқалардың пікірін құрметтеуді үйренеміз. Әрбір ұсыныс талқыланып, біз барлық оқушылардың мүдделерін ескертуге тырысамыз. Белсенділер өз жұмысына мектеп жұмысының барлық салаларын қамтуға тырысады. Мектеп парламенті бұл ұжым мен ұйымның мүддесі үшін бастамашылық көрсетудегі, шешімдер қабылдаудағы және оларды жүзеге асырудағы тәуелсіздік. Мұғалімдер мен оқушылар ұжымын жақындастырудың шарты ұжымдық іс-шараларға бірлесіп қатысу болып табылады. Мектеп парламенті іс-шараларына қатыса отырып, оқушылар шешім қабылдау, жолдастарымен қарым-қатынас жасау, бұйрық беру және бағыну, басқаларға көмектесу, өз ұсыныстарын жүзеге асыру және оларды өз шешімдерін жүзеге асыруға тарту сияқты адам өміріндегі маңызды қасиеттер меңгереді. Ортақ іске қатысудан туындаған эмоционалды тәжірибелер жасайтын өз елінің азаматы, патриоты, парыз, ар-ождан, ар-намыс иесі ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Мектеп парламенті барлық мектеп оқушыларының өз сыныбы мен мектебінің істерін басқаруға қатысуын қамтамасыз етеді. Мектеп әкімшілігі мен педагогикалық ұжымға жүктелген ұйымдастырушылық және тәрбиелік міндеттері жүзеге асуға көмектеседі. Осылайша мектеп парламенті біз оқушылар үшін белсенді азамат болуға, көшбасшылық қасиеттері дамуға және мектебіміз жақсартуға тамаша мүмкіндік. Біздің қаламыз туралы қызықты факты білесіз бе? Біздің қаламыз туралы қызықты фактіге келетін болсақ, біздің қаламызбен аттас тағы бір екі елді мекен бар екен. Ол көршілес Ресей Федерациясында, Орынбор облысында Қарағанды атты ауыл бар екен. Және біздің еліміздің батысында Қарағанды атты кішігірім ауыл бар екен. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что для вас значит быть патриотом? Я думаю, что быть патриотом – это в первую очередь любить свою страну, быть эмоционально привязанным к ней, стремиться внести вклад в развитие и процветание своей страны, конечно, быть источником культуры, образованности, и мудрости.